Ол жақта мұқтаждар көп дейтін еді. Мұқтаждар көп. Андай нанға да көмірге суны да сатып ішеміз дегенді. Көмір, отын жоқ. Сіз айтып қалған едіңіз алдыңызда бір сөзіңізде, бірінші Түркиядан деп айтты деп. Түркиядан деп айтты. Иә. Түркиямыз деп. Сосын сол бір қырғызстандық па қыздар айтып қалған, ұстаз Түркияда емес деп. Группада жазып қалғанды оқып қалдым да, сосын сол кезде уже қорқыныш болды да. Сонда шығып кеткенбіз, ол группа болды, жоқ болып кеткен сол кезде. Ескерту келді ғой енді бізге. Ескерту келген соң мен де шығып кеттім. Бірақ мен шығып кетіп жатқанда группада қызларға да ескерттім. Шығыңыздар, мен шығып жатырмын. Ол денім қойдым. Қанша рет мен ғана ескерткен. Теологлар келген. Қазір негізі жастар қатты қызығады ғой дінге ше. Андай адам білу керек екен, кімден ілім алып жатыр, қандай адамдан. Мысалы или өздері білмесе де сол мешіттегілерден сұрап ше, осы қандай ұстаз біліп беріңізші деген сұрап алса да болады деймін да. Ал бірақ көрмегеннен кейін, танымағаннан кейін, тем более қазақстандық адам болмаса, одан қорқу керек деп ойлаймын мен ше. Енді мен мынандай сұрақ қояйын, сізде онда болмады ма сонда? Ол кезде менде болмады да, өйткені білесіз бе, мен барлығын бірдей деп ойлайтын едім да. Дұрыс айтып жатырсыз. Сол оқудан кейін болып тұр ғой бұл. Сіз білім алғаннан кейін группаға кіріп тұрсыз ғой. Медреседе. Медреседен кейін. Сол енді көбірек біз Құран жағынан кеттік қой. Медреседе сонда ол нәрсені үйретпеді ма деген менде кәдімгі сұрақ пайда болып жатыр да. Құран жағынан көбінесе біз Құранға мән беретін едік. Фихтан, ақидадан сабақ алған жоқсыздар ма сонда? Болатын еді енді андай қалай айтсам болады. Сабақтарына көңілім толмайтын еді да, шындығына келгенде. Толықтай әсер етпеген бе білмеймін. Менің жүрегіме осы өзбекшеде сол дұрыс айтып жатқан сияқты енді тартты да. Қазақша оқыдыңыз ғой, мына жердегі дәрістер өзбекше оқыды. Сосын сол Хадиджа әпке жазды группаға шығыңдар деп. Ол айтқаннан кейін бір көп уақыттан кейін ғана шығып кеттім да мен. Көп уақыт дегенде сол кешке айтса, ертесі күні шығып кеттім деген сияқты. Сол кезде де андай ұстаз айтқан, неге олай не істейсіңдер, біреу айтса шығып кете берсіңдер, ұрысқан кездері де болды да. Ұрысқан. Жекеге де жазған уақыттар болды ғой. Жекеге жазбады маған. Личкеге жазбады. Личкама жазмады. Но қызларға мен жаздым, кейін личкасыға шықтыңлар ма? Мен уже ол группадан шығып кеткеннен кейін личкаларға жаздым, шықтыңлар десем. Жоқ, халы енді шыққанбыз, ұстаз ұрыс етті бізәрні деді. Мәйлі ма, өзім үшін шығып кеттім, асыларға агахландырдым, фақат болды, енді өзіңлер білесілер да дедім. Болды, кейін мен кірмей қойдым.